Бисмилля, армысыздар құрметті оқырмандар. Бүгін біз YouTube каналымыздағы өте маңызды тақырыптарымызды бастағалы отырмыз. Егер сіздерге денсаулық тақырыбы қызық болатын болса, сіздерде денсаулықтарыңызға байланысты қандай да бір шешімін таба алмай жүрген проблемаларыңыз болатын болса, осы каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыздар болады. Енді мен өзімді таныстыра кетейін. Мен доктор Аида Мұхтаровна, жалпы тәжірибелік дәрігермін, превентивті доктормын және де нутрициолог, диетологпын. Медицина бағытындағы тәжірибем 14 жыл. Осы уақытқа дейін 14 курстың авторымын. Қазақ тіліндегі превентивті медицина бойынша курстардың ең алғашқы жазушыларының бірімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тесік ішек туралы болады, яғни орысша дырявый кишечник, немесе leaky gut деп аталады ағылшын тілінде. Не үшін бұл тақырыптан бастап жатырмыз? Өйткені иммунитетіміздің 80% ол асқазан ішек жолдарында жатыр. Бұл аурумен қазіргі уақытта миллиондаған адамдар ауырады және оның себебі осы тесік ішекте жатқанын білмейді. Енді осы тесік ішек деген не нәрсе, соған кішкене анықтама бере кетейік. Тесік ішек дегеніміз не нәрсе? Тесік ішек дегеніміз ол біздің ішегімізде мысалы бір фильтр бар деп елестетейік. Ол фильтр сізді сыртқы ортадан түсетін қорытылмай қалған ақуыздардан, бактериялардың токсиндерінен, түрлі шлактардан жаңағыдай қорғап тұратын бір арнайы функциясы бар жаңағы қызмет атқаратын нәрсе. Ал дырявый кишечник кезінде қандай нәрсе болады? Яғни ішек тесілген кезде осы сіздің фильтріңіз, яғни өзінің қызметін, өзінің барьерлік және өзінің қорғаныш қызметін бұзғанның әсерінен, ол жерде дырка пайда болғанның әсерінен, яғни тесік пайда болғанның әсерінен сыртқы ортадан түсетін жаңағы біздің тамақтарымыз, қорытылмай қалған тамақтардың ақуыздары, немесе шлактар, немесе токсиндер, осылардың барлығы ішектің жаңағы тесігі арқылы қанға, лимфаға тікелей өтеді. Осының әсерінен бізде көптеген аурулар пайда болады. Зерттеулер бойынша тесік ішектің пайда болуына ол қорытылмаған ақуыздар себеп болады екен. Сол кезде біздің ағзамызда аллергендер түзіледі. Аллергиялық реакциялар пайда болған кезде келесі аутоиммунды аурулардың пайда болуы туындайды. Оларға мысалы экзема, псориаз, аутоиммунный тиреоидит, артрит деген сияқты түрлі қауіпті аурулардың туындауы болады. Егер осы аталған симптомдардың біреуі сізде кездесетін болса, онда плюс белгісін қойып, комментарийға плюс белгісін қойып кетіңіздер. Келесі жолы осы тесік ішектің қандай нәрседен пайда болатын себебін айтатын боламын. Егер сіздерге осы тема қызық болатын болса, онда комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, колокольчик белгісін басып, подписываться етіп жазылып қойыңыздар. Және де өздеріңіздің ұсыныстарыңызды қалдырсаңыздар болады. Келесі жақсы күндерде жолыққанша.